Бесінші сұрақ. Simplify. Косинус минус x. Бұл косинус 0 минус x деген сөз. 0 жазылмайды. Минус синус минус x тоже 0 жазылмайды. По идее, синус 0 минус x. Плюс синус. Мынау 180 плюс x. Бөлу. Синус 270 плюс x. Минус косинус 90 минус x. Плюс косинус 360 минус x. Осы есепті simplify жасау керек. X бұл жерде 0-дан үлкен градус, но 90-нан кіші. Сосын бізде опасный сандар бар. 90 градус және 270 градус бізде опасный сандар. Өйткені бізді қателестіреді. Опасный сандар бізде қай жерде бар есепте? 270 мына жерде бар. Осы жерде абайлау керек. Бізді қателестіруі мүмкін. Сосын мына жерде косинус 90 бар. Только екі жерде ғана опасный сан бар. Осы жерде және қалғаны 360, 180, 0, олар безопасный. Шығарайық. Первый адан бастайық. Косинус минус x. Косинус минус x. Ол 0 минус x деген сөз. 0-дан x азайтсақ, 4 квадрант болады. И ол гравитация x-ке тартылады, там плюс. Сонда плюс косинус x ответ. Екіншісін шығарамыз. Екіншісі бізде минус синус минус x. 0 минус x, 4 квадрант. Ол y-ке тартылады, синуста гравитация там минус. Да, минус. Мынау минус бар басында. Потом жақшаның ішінде тағы минус бар. Мынау. Минус синус x. 2 минус плюс болып кетеді потом. Үшіншісін шығарамыз. Мынау. Үшіншісі. Синус 180 плюс x. 180 плюс x қай квадрант? 180 плюс x. Ол үшінші квадранты гравитация y-ке. Ол жақта минус. Ответ минус 180 безопасный сан. Безопасный сан болғандықтан синус қала береді. Минус синус x. Енді астын шығарамыз. Біріншісі мынау фиолетовыйды шығарсақ. Синус 270 плюс x. Ол қай квадрант? 270 плюс x, ол бізде төртінші. Гравитация y-ке тартылады, ол жерде минус сан бар. Сонымен жауабы минус 270 бізде опасный сан. Сондықтан синус косинусқа айналып кетеді. Косинус x. Екіншісін шығарамыз, минус косинус 90 минус x. Қай квадрант? 90 минус x. Бірінші.
Ол x'ке тартылат, ол жакта плюс сан бар. Но бирок бизде мынау косинустун алдында минус бар. Минус. Минус. Плюс косинус. Ой, мынау опасный сан экен го. 90 бизде опасный. Сондуктан косинусумуз синуска айналып кетет. Синус x. Үчүнчүсүн чыгарсак, косинус 360 минус x тең 360 минус x бизде кай квадрант? 4-чү. Ол гравитация x'ке тартылат, ол жакта плюс бар. Плюс 360 безопасный, сондуктан 360 безопасный болгондуктан косинус өзгөрмөйт. Кала берет. Косинус x. Всё, алтауын да чыгардык, эми жазып чыгайык. Биринчиси косинус x. Минус синус x ол плюс синус x. Минус синус x. Бөлүү астында шыкты бизде минус косинус x. Потом минус плюс синус x ол минус синус x болот. Последний бизде плюс косинус x чыкты. Мынау последний. Кыскаратындар бар. Плюс минус 0 болуп кетет. Калады кос x. Кос x. Уже экти жазылып кетти x. Так, энди астында кыскаратындар кос пен ана кос плюс минус экөө кыскарат. Калады минус синус x. Мында косты синуска бөлсек, жообу минус котангенс x. Жообу минус котангенс x. Болду, осуну түшүнбесек кайталап көрүп, 5-суракка дайындалып келик.